Өлеңнен білінеді ой салмағы, қонақтан білінбей ме той салмағы. Алатауды бетке алып келіпсіздер, сәл кейінге ысырып кей шаруаны. Дәл қазір Алатаудың ішінде отыр, халқымның болса дағы қайсаңлағы. Мұнда отыр маңайына жарық шашқан әдебиет мәдениеттің майшамдары. Мұнда отыр алашымның сазгерлері, әншісі, қадірлісі, қайсарлары. Ассалаумағалейкум бармысыздар, қазақтың жақсы менен жайсаңдар. Беу дүние неткен шіркін кереметең, уақыт желмаядай желеді екен. Қазақтың бауыржандай азаматы, ердің жасы 50-ге келген екен. Кешімді арнау менен баста деді, мен енді жыр нөсерін себелетем. Бәукеңе айтатын бір әзілім бар, соны айтпай сахнадан неге кетем. 50-ден асқан кезде кей жігіттің еңсесі түсетіні неден екен. Кей азамда кейбір жігіт қартайып 50-ден соң, олардың орны сірә бөлек екен. Ау бәке, жас жігіттей боп жүріңіз, әлі де терезе тең керек екен. Жүрек кәжім түспейді деген сөз бар, нағыз жігіт осыған сенеді екен. Қартайдым 50-ден соң деп жүрмеңіз, көңілі жасты кәрілік жеңеме екен. Баяғыда 70-тен асқан жамбыл, қайран 50 жасым ай деген екен. Еліңе есеп бердің осы күзде, қуаныштан гүл тағып төсіңізге. Бауыржан Бекахметов деген кезде есті әнші түседі есімізге. Насихат жыр термені шырқап жүрсіз, ел болып түзелсе деп көшімізде. Айтыспенен үндес қой терме деген дейтұғын тығырықтан шешімізде. Айтыскер ақындардың ақ тілегін арқалап келдім аға, кешіңізге. Ұстаның көрігімен балғасындай, өнерің өлгеніңше жолдасыңдай. Бәукеңнің арғы ата бабалары сарқылмас ақыл ойдың қамбасындай. Халыққа жол көрсетіп дін таратты, сайраған ізі жатыр сан ғасырдай. Сүйінбай мен сайысқа майлы қожа, қылыштың қиып түсер алмасындай. Мәделі қожа менен күдері қожа, Сырдария, Әмудария арнасындай. Бергі жағы сал қожа ақын туған, өлеңнің қамшы салмас жорғасындай. Әбиболла сал қожа аталары, ақыл мен парасаттың қоймасындай. Өз әкесі өнерпаз, асыл адам, тектіден тамыр берген аллосындай. Сәулелі адам де Алла деген сол жандардың бауыржан үзілмейтін жалғасындай. Жалғанда жыр болама термек етең, демейтін еріккеннің ермек екен. Бәукеңнің Ораз қожа әкесі де талай сүлейді көрген екен. Нартайдан бата алған Құтбай ақын сол кісіні ұстаз қып ерген екен. Атақты сыр сүлейі Нартай ақын сырнайын сол Құтбайға берген екен. Құттекең оны беріп, Орекеңе ол айналып Бәукеңе келген екен. Бәукеңнің де бір шама шәкірті бар, деп жүрген есті өнерге еңбек етем. Сол сырнай иесіз боп қалмас екен, ендігі бір арманым сол деп өтем.
Бұл кеште әзіл айтсам күлсін деп мен кем түспейтін шығармын Тұрсынбектен. Бәукеңнің мерей кеші басталуда Алатаудың баурайын дүрсілдеткен. Үрістім ағасына жыр арнады, көңілі көрерменнің сыншыл неткен. Қожалар Наймандардың нағашысы, тарихты айтып тұрмын білсін деп мен. Найманда Жолымбеттей қария болған, ерекше қуат алған тылсым көктен. Сол Жолымбет асыпты 120-дан, Құдайға ғұмыр бойы құлшылық еткен. Бәукеңе тілек айтып түйіндейін, мұндайда күлейін бе Күрсінбекпен. Бәукеңе Жолымбеттің оу жасын берсін, 120-ға келгенде қыршын кеткен ай. Тер мұсынып әлеумет талқысына, ұнаған тыңдаушының жалпысына. 50 жасың ағасы құтты болсын, келіпсіз Жамбыл жастың жартысына. Әлі де есеп берер кездер алда, аман жет тал түсіңіз 60-ыңа. 70-де 80-де де 90-да да түсі бір тіршіліктің талқысына. Халқым деп әндер жазған о Бауыржанға, соғады бір қошемет халқы сірі